барысында да бала өмірінде туындайтын оқиғалардың негізінде дамиды. Оқу білу деген нені білдіреді? Оқу сауаттылығы термині өздеріңіз білетіндей 1991 жылдан бері пайда болды. Оқығанды түсіну, жалпы оқу мен мектеп бағдарламасының кез келген пәнін оқытудың негізгі ұстанымы. Осыған орай оқу сауаттылығының мына дағдыларына көп назар аударуымыз керек. Ол мәтінді түсіну, мәтінді қолдану, мәтіннің мазмұнын түсініп тұжырымдау, мектептен тыс уақыттарда әртүрлі өмірлік жағдаяттарды шешуде оқығанын қолдана білу, әрекеттеріндегі қызметтерін бағалау болып табылады. Сабақта оқуды не үшін қолданамыз? Оқу сауаттылығын дамыту әр сабақта жүргізілу керек. Өйткені оқу әрекетін пайдалану, сабақ мазмұнын түсіну негізінде жатыр. Пәндік білімді қалыптастыруды, ойлау қабілетін дамытуды, метапәндік жалпы оқулық қабілеттерін дамытуды қамтамасыз етеді. Функционалдық сауаттылықтың барлық түрінің қалыптасуының негізі болып табылады. Өйткені бұның негізінде мәтінді түсіну жатыр дер едім. Бүгінде мәтін ұғымы әлдеқайда ауқымды. Адам ойы мен қолынан туындалған мағынасы бар барлық нәрсені біз мәтін дейміз. Қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы, яғни белгілі бір мақсатпен адам мән іздейтін және мән алатын барлық нәрсені мәтін болады. Мәтіннің физикалық немесе цифрлық нысаны болуы мүмкін. Біз Қазақстан тарихы үшін екінші жағынан сызықтық баспа мәтіннен бөлек бұл карталар, сызбалар, кестелер, схемалар, графикалар жатады. Міне сіздердің назарларыңызға мен жалпы сабағымызда пайдаланатын осындай бірнеше жаңағы кестелердің үлгісін қойып отырмын. Шынайы проблемалы оқиғаларға жуық тапсырмалармен жұмыс істеу оқиғалардың өздері оқушылардың шынайы өмірінде кездесіп отырады. Тапсырма үшін балалардың күнделікті өмірінде үйреншікті болған ақпарат көздері мен мәтін форматтарын таңдауымыз керек. Енді біздің негізгі сұрағымыз тарих пәнінде оқушылардың функционалдық сауаттылығы дегеніміз не? Ол міне өздеріңіз көріп отырғандай, жыл мен ғасыр арақатынасын, тарихтағы жыл санау жүйесін нақты білу, тарихи құбылыстардағы тудыратын және түсініктерін қалыптастыра білу, тарихи мәселелерді талқылауда өз пікірін білдіру, мемлекет тарихындағы оң және келеңсіз құбылыстарға баға бере білу, мәтін, сызба, карта түрінде белгілі тарихи материалдарды талдай білу, адамзат дүниетанымындағы мәдениет пен діннің алатын орнын ажырата білу, отан тарихындағы тұтастық пен жүйелігін сипаттау. Бұл жерде мінекей білу, талдау, ажырату, сипаттау деген сияқты сөздерге мән берсек, оның өзінде үлкен бір құндылық жатыр. Қазақстан тарихы сабақтарында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту, функционалдық сауаттылықты дамыту процесі пәндік білік, дағдыға негізделген оқу пәндері арқылы ойлау қабілетін қалыптастыру негізінде жүзеге асырылады. Ойлау қабілетін қалыптастыру және дамыту құралдары тапсырма түрінде берілген. Бір пәндік білік дағдыға, ал проблемалық жағдаятта ұйымдастыру формасы болып табылады. Сондықтан функционалдық сауаттылықты қалыптастыру оқушылардың тарихи білімін фактілік, хронологиялық, кеңістікті бағалаушылық болу арқылы ашылады. Тарихты меңгеруді білдіретін көрсеткіштер тарихтың негізгі категорияларын уақыт, кеңістік, қозғалыс, фактілерді сіңіруді сипаттайтын білім. Ақпаратты өз бетінше іздестіру және таңдау негізінде алынатыны ол да үлкен бөлек білім болып есептеледі. Енді осы тарихи сауаттылықты өз сабағымда мен қалай пайдаланамын? Соның бір-екі мысалын келтіріп өтейін. Мысалы 5-ші сыныпта біз ботай мәдениетімен танысқан болатын тұғынбыз. Бұл 5-ші сыныптың оқушылары алғашқы тарихты енді үйреніп атқандықтан, соның ішінде бір керемет мынандай сұрақты алдым. Жылқыны кім бірінші қолға үйретті деген сұрақ болды. Осыған енді бұл тақырып бізде 10-шы кластың оқушыларында да ботай мәдениеті бар.
Енді мен екі сыныптың оқушыларының жауабын салыстыра отырып, өзімнің түйгенімді сіздерге ортаға салсам, ол былай. Мысалы, 5-ші сынып оқушыларының жауабы: жылқыны үйрету ботайлықтар тамақ, ет, қымыз алды, міну үшін, арба шанаға жегу үшін, соғысу үшін өсірді деп жауап берді қарапайым тілде. Ал осы тақырыпта 10-шы сыныпта өткенде олардың жауабы күрделі: жылқы адамзат өркениетіндегі, әсіресе дала өркениетіндегі дамудың елеулі көрсеткіштерінің бірі екенін анықтады. Жылқыны қолға үйрету көшпелі шаруашылық пен дала өркениетінің негізін қалады. Қолға үйретілген жылқының жаңағы тұрмыста маңызы зор болды. Ол мысалы бірнеше мысалдар келтірді. Жылқының мініске пайдалану, ауыздық, яғни ат әбзелдерінің пайда болуы, сонымен қатар жер астынан табылған ыдыстардың түбінде кепкен қымыздың қалдықтарының ізі қалғанын туралы деректерді келтірді. Енді осы ботай мәдениеті туралы екінші тапсырмам ежелгі адамдардың кәсібі мен аумақтағы контур картадан белгілеу болды. Бұнда балалар қиналған жоқ, әрине 5-ші сынып. Өйткені біздің оқулығымызда бұл солтүстік Қазақстанда табылғандығын біледі, сондықтан картада олар көбі дұрыс белгілей білді. Үшінші тапсырма былай болды. Мінекей, мына жерде оқушылар нақты белгілегенді картадан. Үшінші тапсырмада ботайлықтардың жылқыны алғашқы болып үйретуіндегі екі дәйекті келтіріңіз дедік. Онда 5-ші сынып оқушылары әрине қарапайым екі дәлел жазды. Ол энолит дәуіріне жататындығын, тұрақтың аумағы 15 гектар жерді алып жататындығын, және онда 158 үй орны табылғандығын айтты. Өйткені ол оқулықтағы табылғанын айтты. 10-шы сынып оқушыларының жауабы: ботай мәдениетінің жылқы өсірушілердің алғашқы мәдениетіне қосқан үлесіне екі дәйек. Жылқыны қолға үйрету солтүстік Қазақстан даласында басталды. Қазақ халқының әлі күнге дейін жылқының сүтін қымыз ретінде пайдаланып отырғандығы, қолға үйретілген жылқының тұрмыста маңызы зор екендігін тоқталды. Енді оқушылардың ботайлықтардың жылқыны алғашқы болып қолға үйрететіндігін дәлелдейтін екі дәйекті осы оқушылардың жаңағы тұжырымынан кейін видео көрсету арқылы ары қарата сыныбымызда біз талқыладық. Енді сіздер де осы видеоға назар салсаңыздар. Міне өздеріңіз көріп отқандай, видеода тұрасың. Бұл жерде біз тыңдалым, бейне жазба көрсету арқылы жазылым, оқулықпен жұмыс жүргізу, терминдермен және осы орайда жылқы малы туралы өздерінің оқыған әңгімелерін, суреттерін, мүмкін осы шаруашылықпен айналысатын отбасы болса, олар сол жерде шамалы ортаға салып ойын бөлісті.
Оған бір мен мысал келтіретін болсам, осыны өткеннен кейін, осы сабағымыз өткеннен кейін, келесі сабағымызда біздің бір оқушымыз ауыздықты алып келді сыныбымызға. Сол ауыздықты біз ұстап көріп, балалармен таныстырып, оның қазіргі рөлі қандай екендігін айттым. Мысалы, ауыздық қазір машинаның рөлі, машинада рөлдің рөлі қандай болса, ауыздық та аттың үстінде жаңа атты бұруға, тоқтатуға әрекет ететін үлкен бір құнды жәдігер екендігіне тоқталдық. Енді шынайы білім фактілерді білуде емес, оларды дұрыс қолдана білуде құралады. Бүгінгі күнгі білім беру жүйесінің негізгі бағыты оқушылардың білімі мен іскерлік дағдыларын кеңейту, олардың мәдениеттілігін арттыру, қабілеттерін, шығармашылық мүмкіндіктерін жетілдіру. Тағы сіздердің назарларыңызға мен осы 8-ші сыныпта өткен Қазақстандағы ұжымдастыруда неліктен ұжымдастыру саясаты ұлы нәубетке әкеліп соқты. Пен ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардаптарын талдау тапсырмада бесеудің хаты құжатына аналитикалық талдау жасадық. Хаттың қысқаша мазмұнын оқушылар үйден іздеп тауып әкелді. Оның мазмұнында, яғни Голощекин Жолдасқа жазған 5 тұлғаның қазақ халқының басынан өтіп атқан нәубеттің қиындығын, оның яғни үкіметтің қолға алмай отырғандығын, бұл көпірме жоспар жасаушылық, нағыз көзбояушылық екенін шындықты айтқандығы туралы айтылған. Сол уақыттағы кезеңді біз әрине асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген Голощекиннің осындай керемет біздің қазақ халқымызға әкелген ұлы нәубетіне тоқталдық. Бұл жерде бұл құжаттың жазылуына не себеп? Дайындауға мақсат қандай болды? Құжатта кімнің мүддесі қорғалып тұр? Сол уақытта мен қазіргі кезде құжаттың маңыздылығы қаншалықты? Осындай талдау, аналитикалық талдауда оқушылар бұл жерде функционалдық сауаттылықтың бұл түрінен түсініктеме бере отырып, олардың сөйлеу әрекетінің барлық түрлеріне еркін сөйлеуі, әртүрлі дерек көздерін, ақпаратты іздеу қабілетін, ұйымдастырушылық қабілеттері мен дағдыларының қалыптасқанын білдік. Және осы жерде оқушылар өзін-өзі бақылай білді, өзін-өзін бағалай білді, өз-өздеріне кейде түзету сияқты әрекеттерді байқадық. Оқушылардың функционалдық сауаттылық дамыту арқылы өзіндік ой пікірі қалыптасты. Қоғамда болған оқиғаларды осы тақырып арқылы дұрыс бағалай білуге, ажырата білді. Өмірлік жағдайда қолданысы бар екендігін түсінді. Егер оқу үрдісінде балаларға білім, білік, дағдыларды игерту осы ұстанымға негізделсе, әрине нәтижелі болатыны анық деп ойлар едім. Олай болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүру үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауына қамтамасыз ететін білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек білік пен білімді әлеміне барудың жолы ғана емес, ол ұлттың, елдің немесе жеке адам тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі деп түйіндер. Енді мен сіздердің тағы назарларыңызға тарих және құқық сабақтарында функционалдық сауаттылықты қалыптастыруда интеллекті картаның рөл деген тақырыбына тоқталсам. Жалпы интеллекті карта дегенімізді өте қарапайым әрі оңай әдіс екен. Жалпы сансыз көп ақпараттарды есте сақтауға мүмкіндік береді, ой өрісін кеңейтіп және ойлау қабілеттерін дамытуға үлкен үлес қосатын ыңғайлы әрі техника. Интеллекті карталар ойды тудырып, визуализация құрылып. 19-шы мектеп микрофондарыңызды өшіресіздер ме? 19-шы мектептің ұстаздары, микрофон. Бұл схемалық бейне әрбір бұтағында сілтеме. Бір сөзді анықтайды, оқиғаны бекітуге және жинақтауға, миға шабуыл, кілт сөздер арқылы оқушының ойын арғата өрбітуге, өз білімін дамытуға үлкен бір әсері. Жерде мінекей, бұл интеллекті карта тек қарапайым, тиімді графикалық есте сақтау. Енді бұл оқушыларға не мүмкіндік береді?
тез тиімді жұмыс істеуге, келген ақпарат көлемін қамтуға, дамытып логикалық, шығармашылық ойлау қабілетін дамытуға, пайдалануға, және жоспарлауға осындай тиімді жақтар бар екен. Мінекей оқушыларға көмегі сіздердің назарларыңызға ұсынып тұр. Жұмыс істеуді арттырады, есте сақтау, конспектлеу деген, сөздік қорды байыту деген сияқты. Ал мұғалім үшін да шығармашылық қабілетін дамытатын оқушыларды ажырата білу, білімді түзету, бәсекелестікті арттыру, жеке тұлғаны зерттеу сияқты тәсілдерді дамытуға үлкен зор ықпалы бар екен. Енді мен сіздердің назарларыңызға өзімнің осы біз интеллекті картаны мен мынау тарих пәніне байланысты мынау карта ретінде алдым. Мысалы, моңғол шапқыншылығының зардаптары туралы бірінші неде көрсетіліп тұрғандай, бұл жерде оқушы көп мәліметті қатты іздемейді. Мына қарап тұрғандай, көріп отырғансыздай, Алтын Орда, Жошы, Үгедей, Шағатай ұлыстарының қай жерлерде орналасқандығын көрсетіп отыр. Енді мына қазақ хандығының құрылуы деген картамда мінекей үлкен, бұл жерде де ақпарат көп. Мына ұлыстарды, Ақ Орда, Әбілқайыр хандықтарынан Жәнібек пен Керейдің қайда көшкенін, қазақ хандығының негізі қалай қаланған, және Моғолстан, Шағатай ұлысының Тоғылық темір туралы және Астана туралы мінекей көп мәліметтерді алады оқушылар. Бұл мысалы 11-ші сынып оқушылар үшін де өте тиімді ақпарат. Енді мысалы Қазақстанның Ресейге қосылуы деген тақырыпта мінекей Ақтабан, Шорынды, Алқакөл, Сұлама жылдарындағы мына жоңғар шапқыншылығының 7 бағыттан шабуылы, қай жүздерге, мінекей сол уақыттағы біздің халқымыздың жан-жақтан қоршауда қалғандығы туралы, Орта Азия хандықтарының Англияға арқа сүйегендігі, міне осындай ақпараттарды осы мына карта арқылы оқушылар сызады, мүмкін толықтырады. Алғашқы уақытта мен оқушыларға картаны қалай жасау керегін бірнешеуін үйретем. Одан кейін оқушылар осы картаны жасауда өздері арғарата толықтырады. Сосын біз жаңағы бір-бірімізді сабақ үстінде оқушылар осындай жинақы, нақты деректерді оқулықтан табуға үлкен пайдасы бар. Мына тағы алдарыңызда көріп отырғандай, мұның барлығы дайын нәрсе, өзім қолдан жасаған. Мінекей Сібір қырғыздарының жарғысы, бұл жерде авторы, ол қай жүздегі, мына хандық биліктің жойылуы үш не деді, Бөкей Ордасындағы хандық биліктің жойылуы, қай жердің жоңғарлардың қол астында қалғандығы туралы мәліметтер мінекей осы картаны оқи отырып, балалар келген ақпаратты шынайылығына, нақтылығына және керектігіне көз жеткізеді. Мына уездерге бөлінуі, әсіресе мына 11-ші класс оқушылар үшін үлкен уездердің кіретін облыстар туралы есте сақтаулары қиындық туғызады. Сол уақыттан осымен біз жұмыс істеген уақытта оқушыларға қазіргі уақытта осының қайсы біздің Қазақстан елді мекенде қала, қайсы облыс, немесе қайсы қазір кездеспейді деген сұрақтарды қоя отырып, олардың естеріне жаңағы сақтауға үлкен тиімді тәсіл екенін сіздерге айтқым келіп отыр. Енді тағы да мінекей сонымен мәтін тесте отырмыз. Жаңағы мәтін тесте Кенесары ханның мынау өздеріңізге қазір назарларыңызға ұсынып отырған осындай мәтін тест беріледі. Бұл тесттің мысалы жауабына 4 сұраққа оқушы жауап беру керек. Осы сұрақтарды жауап берген уақытта оқушылар өздері осы алған білімдерін, мәтіндегі кездесетін жауаптарды жаңағы қолданады. Мысалы, жауабы оның былай, мінекей көрсетіп жүрек жауабы. Оны өздеріңізде көріп отырсыздар, мінекей қамтығандығын. Сосын мына жерде Кенесарының мен туған жылын көбіне оқушыларға Сырым датылының қайтыс болған жылымен сәйкес келетіндігі,
және 47 жылы біткендігін естеріне сақтап отырамыз. Сондықтан оқушы осы ақпараттарды тез сақтайды. Енді осы мәтінді оқығаннан кейін біз оқушыларға мен тұлғаны сөйлету деген тәсілмен қазір сол тұлғамен кездесесіздер. Сол тұлға сіздерге не айтады екен деген ақпаратты беремін. Сол уақытта тұлға сөйлейді, ол да оқушылар үшін өте қызықты. істей беруіміз деп отырған шығармыз ары қарата. Кішкене дауысын ести алмай отырмын. Оны әрі өзі халқының саяси дербестігін біржолата бөлуге бағытталған шараларды кеңінен жүргізе бастады. Ниһайет, Абылай ханның жасасқан шартындағы Қазақстан жеріне солдай Жақсы, осындай тұлғаны сөйлету арқылы біз оқушыларға қызықтыру, сол тұлғамен кездесу сияқты оларға бір сезім қалыптастырдық. Енді мен сіздердің назарларыңызға өзімнің дайындаған, осы функционалдық сауаттылыққа дайындаған тапсырмаларымның несін жіберсем деп отырмын. Мінекей ол сіздерге мінекей мына өлкетану бойынша көтере беріңіз. Бұл тапсырманы дайындауда да білімді меңгертуге арналған тапсырма 40% болу керек. Білімді қолдануға арналған тапсырма 40%, шығармашылық мазмұндағы тапсырма 20% болу керек. Енді тапсырманың өзінің А, В, С деңгейі арқылы дайындаймыз. Бірінші, екінші сұрақтар хронология болса, үшінші сұрақтар статистика, төртінші, бесінші сұрақтар анықтама, алтыншы, жетінші сұрақтар тұлғалар, 8, 9, 10 сұрақтар тарихи географиялық кеңістік, 10, 11, 13 сұрақтар толықтыру, сәйкестендіру, хронология, артығын тап, дұрысын таңда, сұрақтарды сұрақ біріктірілген қатарда атау. Ең соңындағы 21 сұрақта мысалы оқушылар соған эссе жазады, сараптама жасайды, тұлғаға не оқиғаға сипаттама береді. Бұл да оқушылар үшін үлкен жаңағы таптырмайтын құрал деп айтамыз. Әзірше мен осындай функционалдық сауаттылыққа байланысты 7-8 класс оқушылар үшін дайындадым. Және бізде жаңағы өлкетану бойынша өлкетану бойынша мысалы біз мынау суреттерді өзіміздің Сәтпаев қаласындағы осындай тұлғалардың кейбір оқушыларымыз қай жерде орналасқандығын білмейді екен. Сол туралы мінекей суреттерді қойып, осы туралы ақпарат сұрап, сол туралы ғылыми зерттеу жұмыстарын да беруге болады. Міне осындай бұл да оқушылардың өзінің жеріне, өзінің қаласына деген сүйіспеншілігіне үлкен тиімді істеп ойлаймын. Енді осы ссылка арқылы біз не керек болса сіздерге мен осы тапсырманы бөлісемін. Сонымен осы қорытындылай келе оқушылардың функционалдық сауаттылығын көрсеткіш деңгейін жалпы сипаттамасы өз бетінше жұмыс істей білу, алгоритмді ұғымдарды, терминдерді жиынды таңдау, терминдердегі ұғымдарды жалпы білім беру дағдыларын түсіну, тек қарапайым тапсырмаларды орындап қана қоймай, күрделі тапсырманы орындауға деген олардың ізденісі, шығармашылық қабілеттілігі, танымдылығын арттыру болып табылады. Сонымен функционалдық сауаттылықты дамыту арқылы біз оқушының бойында өзіндік ой пікірі қалыптасқан, ойлау қабілеттері артқан, қоршаған ортадағы пайда болатын мәселелерді ажырата білу, одан қорғана білу,
өздеріне қажеттіліктерін ала білу сияқты жаңағы нелерін бекемдерін қалыптастыру, өмірлік жағдайда оларды қолдана білуге үйрету екен. Сондықтан да бүгінгі менің сіздермен Қазақстан тарихы сабақтарында мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту процесі тек пәндік білім, білік, дағды негізіндегі оқу пәндері арқылы ойлау қабілетін қалыптастырудың негізінде жүзеге асырылатындығына тоқталдым деп ойлаймын. Бұл дегеніміз біздің болашақ ұрпақтың өздерінің келешегінде кездесетін қиындықтарды немесе болып атқан құбылыстарды жақсы қабылдап, соны өздерінің өмірлік ұстанымына айналдырып пайдалануға өте тиімді деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, маған деген қоюларыңызға болады, хабарласуларыңызға болады. Қайырлы күн, әріптестер. Естіліп тұр ғой, даусым? Қарлығаш Мағзумовна, сіз бүгін өзіңіздің үлкен жауапкершілікпен қарап, үлкен ізденіспен нәтижелі бір жұмысыңызды көрсеттіңіз. Сіздер, әріптестер, білесіздер, бізде әр жұма сайын қалалық зерде жобасы аясында осындай воркшоп, шебер сынып,